Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 145-ші сабақ есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін қарастыратын боламыз. Бізде бірінші тапсырмада санды көбейтіндіге қалай бөлуге болатыны ыңғайлы тәсілдері көрсетілген. Дәл сол тәсілдерді пайдалана отырып, бірінші тапсырмадағы әр тапсырмасын орындайтын боламыз. Қазір бірінші баған мен екінші бағанда осы тәсілдерге салып қалай шығаруға болатынын көрсетемін. Үшінші бағанда балалар өздерің шығаратын боласыңдар. Жарай ма? Тапсырмасы 225-тің бөлеміз 3-ке 5-тің көбейтіндісіне. Жаңағы екінші тәсіл бойынша санды бірінші көбейткішке бөлеміз, шыққан санды екінші көбейткішке бөліп аламыз. Енді 225-ті 3-ке бөлеміз. Осы тұрған жерінде бөліп те үйренуіміз керек. 225-ті 3-ке бөлу үшін бірінші толымсыз бөлінгіш ол 22. 22-ні 3-ке бөлеміз. Әрине 22-ге жақын 21 бөлінеді 3-ке, демек 7-ден береміз. 3 пен 7-ні көбейтіндісі 21, 22-ден 21-ді азайтатын болсақ 1, 5 пен 15. 15-ті 3-ке бөлеміз 5. Демек 75 пен 5-тің бөлінісі 15-ке тең болады екен. Енді екінші тапсырма. 9120 бөлеміз 5 пен 3-тің көбейтіндісіне. Дәл жаңағы тәсілді қолданамыз. Демек 9120-ны бірінші 5-ке бөліп, кейін екінші көбейткіш 3-ке бөлуімізге болады. 9120-ны да дәл осы жерден бөліп алуымызға болады. Бірінші толымсыз бөлінгіш 9. 9-ға жақын 5-ке 5 бөлінеді, демек 1-ден береміз. 5-ке 1-ді көбейтіндісі 5, 9-дан 5 азайтатын болсақ 4, 4 пен 1, 41. 41-ге жақын 5-ке 40 бөлінеді, демек 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40. Келесі толымсыз бөлінгіш 12. 12-ге 5-ді бөлетін болсақ, демек 10 бөлінеді 5-ке. 2, 5 пен 2-ні көбейтіндісі 10. Келесі толымсыз бөлінгіш 20. 20 мен 5-дің бөлінісі 4. 1824-ті бөледі екен біз 3-ке тең. Бірінші толымсыз бөлінгіш 18. 18 пен 3-тің бөлінісі 6. Келесі толымсыз бөлінгіш 2. Ол 3-тен кішкентай кіші болғандықтан, 2 саны 3-тен кіші саны болғандықтан 0-ге көбейтеміз. Үшінші келесі толымсыз бөлінгіш ол 24. 24 пен 3-тің бөлінісі 8-ге тең болады. Әрине, екі тапсырмада да 225-ті мына жерде бірінші көбейткішке бірінші бөліп, екінші көбейткішке екінші бөлдік. Екінші тәсілде де дәл осындай 225-ті бірінші 5-ке, кейіннен 3-ке бөліп, осы тапсырма бойынша да жасауға болады. Келесі тапсырма, мен сендерге балалар қазір бір тәсілін көрсетіп өтіп жатырмын. Екінші тәсілінде өздерің қарастырып көретін боласыңдар. 210-ның бөлеміз 3 пен 7-нің көбейтіндісіне. Әрине 210-ды бірінші 3-ке бөліп, одан кейін келесі 7-ге бөледі екенбіз. 210 мен 3-тің бөлінісі әрине 70, өйткені 21 мен 3-тің бөлінісі 7, бір 0-ді соңынан әкеп тіркейміз. Бөлеміз 7-ге. 70 пен 7-нің бөлінісі 10-ға тең. Жаңағы айтқанда келесі тәсілмен балалар өздерін қарастырасыңдар. Ондай жағдайда 210-ды бірінші 7-ге бөліп, шыққан санды 3-ке бөлетін боласыңдар. Келесі тапсырма 900-ді бөлеміз 5 пенен 9-дың көбейтіндісіне. Әрине, бұл жерде бірінші 9-ға бөлген ыңғайлы. Сол себептен 900-ді 9-ға бөліп, шыққан санды 5-ке бөлетін боламыз. 900 пен 9-дың бөлінісі 100. Барлығын ажыратып жазып жатырмын, түсінікті болсын. 100 пен 5-тің бөлінісі 20-ға тең. Тапсырмасына байланысты екі бағандағы есептердің бір тәсілін қазір балалар көрсеттім. Осы екі бағандағы тапсырмалардың есептердің екінші тәсілін және үшінші бағанды дәл осылай балалар орындайтын боласыңдар. Демек, енді Б тапсырмасын берілгенін оқимын. Бөлгішті бір таңбалы екі санның көбейтіндісіне ауыстырып, бөлуді орында 360-тың 72-ге бөліндісі. Б тапсырмасы 360-тың
72-ге бөліндісі бізде айтып жатыр. Бөлгішті бір таңбалы екі санның көбейтіндісіне. Бөлгіш 72, бір таңбалы екі санның көбейтіндісі ол 72. Әрине 8 бенен 9-дың көбейтіндісі. Енді бірақ балалар осы жерде мұқият қараймыз. Енді 360-ты 8-ге бөлген ыңғайлы ма? 360-ты бірінші 9-ға бөліп алған ыңғайлы ма? Қалай ойлайсыңдар балалар? Әрине 360-тың 9-ға бөліндісі ыңғайлы. Бірінші 9-ға, кейін шыққан санды 8-ге бөлу өте ыңғайлы. Неге? Өйткені 36 9-ға бөлінеді. Яғни 4, бір нөлді соңынан тіркейміз 40, 40 пен 8-дің бөліндісі 5-ге тең болады екен. Келесі санымыз 2100-дің 42-ге бөліндісі. 2100-дің 42-ге бөлінісі. Бөлгіш бұл жерде 42. Дәл жаңағындай 2 бір таңбалы санның көбейтіндісіне ауыстыру үшін 42 6 менен 7-ның көбейтіндісі. Енді бірақ 2100-ді 6-ға көбейткенге қарағанда 2100-ді 7-ге бөлген ыңғайлырақ. 2100-ді 7-ге бөліп шыққан санды бөлеміз 6-ға. 2100-ді 7-ге бөлетін болсақ, әрине 21 мен 7-ның бөлінісі 3, 2 нөлді соңынан тіркейміз, бөлеміз 6-ға, тең болады әрине 50-ге. Келесі тапсырма 189-дің 21-ге бөліндісі. 189-дің 21-ге бөліндісі. Бөлгіш бұл жерде 21. 21 7 менен 3-дің көбейтіндісі. Не болмаса 3 пен 7-ның көбейтіндісі. Енді біз таңдаймыз. 189-ды алдыменен 7-ге бөлген ыңғайлы ма, немесе 3-ге бөлген ыңғайлы ма? Әрине 3-ге. 3-ге бөліп болғаннан кейін 7-ге бөлеміз. Әрине қандай сандардың бөлуге ыңғайлы екенін біз балалар оны жатқа білуіміз керек. Үнемі тапсырма жасап жүргендіктен біз жаттығып қалған болуымыз керек. Енді 189 3-ге бөлу үшін бірінші тоғызымыз бөлгіш 18, 18 бен 3-дің бөліндісі 6, 9 бен 3-дің бөліндісі 3, 63-ті 7-ге бөлетін болса, әрине 9 саны шығады екен. Енді келесі санымыз 315-дің 35-ге бөліндісі. 315-ті жандай 2 көбейткішке ауыстырамыз бір таңбалы, яғни 7 мен 5-дің көбейтіндісі, немесе 5 пен 7-ның көбейтіндісі, балалар 35 деген санымыз. Демек 315-ті бірінші 5-ге бөліп алған ыңғайлы. Содан кейін шыққан санды 7-ге бөле аламыз. Енді 315-ті 5-ге бөлу үшін осы тұрған жерінде біз қалай бөлеміз? Бірінші тоғыз бөлгіш 31, 31-ге жақын 30 бөлінеді, 5-ге. Демек 6-дан 6-ға көбейтеміз. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30, 31-ден 30 азайтамыз 1, 1 мен 5 15, 15 пен 5-дің бөліндісі 3, демек 63. 63 пен 7-ның бөліндісі әрине 9-ға тең болады. Балалар түсінікті болды деп ойлаймын. Дәл осылай қалған тапсырмаларды да, 3-ші бағандағы тапсырмаларды дәл осындай тәсілменен орындауларыңа болады балалар. Сендерге әрине түсінікті болды деп ойлаймын балалар. Сау сәлеметте болыңдар.